арнаға тіркеліп қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Бір өзің ештеңе жасай алмайсың. 200 жыл өмір сүретін үйеңкіде жаңа отырғызылған кезде жалғыз болса өліп қалады. Сондықтан төңірегіңе тілеулестеріңді топта, оларды шашау шығармай басқаруды үйрен. Көпте ақыл жоқ. Көптің соңынан итше ере бермей, адасқан көптің атының басын бір бұруға жарағандық ерлік дейді Абай. Басқару өзгелерді барлық жұмыстарды өздері істеуге мәжбүр ету өнері. Басқаруда шаруаның тірлігін өнеге ет. Жақсы ауа райы болса, тыңайтқыш бер. Сөйтте адамдардың өзімен өзі өсуіне мүмкіндік жаса. Сонда адамдар сені таң қалдыратындай өнім береді. Проблема айсберг сияқты еш уақытта түгел көрінбейді. Жұмысты қалай жүргізуді білмейтін адам оны басқаруға ұмтылмас болар. Ол автомашина жүргізуді білмейтін адамның рульге отыруымен бірдей. Ақылды басшы таудан төмен аққан суларды өзіне жинап алатын өзен сияқты. Өзін қарамағындағылардан төмен қоюы керек. Өзіңді өзің зертте. Түркістандағы қасиетті Қожа Ахмет Яссауидің кесенесінің қақпасында дүние уақыт оны өзіңе бағындыра біл деп жазылған. Және егер кімде-кім өзін-өзі таныса, ол адам өзінің құдайын да таниды. Күштен құдірет, жарықтан нұр алып пайдалануға болады. Тек қана жарық пен күштің шыққан тегін түсініп алған жөн. Өзгені жеңсең мықтысың, өзіңді жеңсең құдіреттісің. Еврей халқында өзі ұнататын мынадай қасиет бар. Олар өзін-өзі зерттейді, тани жүреді. Жастары білім алған соң 10-15 жыл түрлі, бір-біріне ұқсамайтын жұмыстарды істеп, өзінің қабілетін, қандай іске қызығатынын өзі тексереді. Сөйтеді де жақсы білетін, жақсы көретін, осы салада өз мүмкіндігімді толық игеремін-ау дегенді ұстайды. Біреуі саясатты, біреуі дінді, біреуі кәсіпкерлікті, біреуі етшілікті таңдайды. Бірақ әрбірі өз ісінде жетістікке жетеді. Сол істе үздік болуға ұмтылады. Сөйлей білуді үйрен. Қай жерде не айтатыныңды біл. Бір ойды бірнеше түрлі мағынамен жеткізуге болады. Сөзбен айтып өлтіруге де болады, мылтықпен атып өлтіруге де болады, дейді Қазыбек би. Сөйлей білуді үйренбеген карьера жасай алмайды деген Наполеон. Болжай біл. Көру оңай, болжау қиын. Қарамағыңдағыларға сен, салқын қанды бол. Тәуекелден қорықпа. Қарамағыңдағылардан көп біл. Әртүрлі пікірде болуды қолда. Әуелі қарамағыңдағылардың пікірін тыңда. Ортақ тіл табу үшін өз тіліңді тістей тұруға әдеттен. Егер қызметкерлердің пікірі дұрыс болса, менің айтқаным болуы керек деп еш уақытта қасарыспа. Ол іске зиянын тигізеді. Қалмақтарда өзің білме, білгеннің тілін алма деген қарғыс бар. Қарамағыңдағылардың бәрін бірдей көр, бірақ қабілетіне қарай бағала. Ракқа да, суықтап қалғанға да бірдей аспирин беретін дәрігерлер бар. Оған ұқсама. Табанды болу дегенді бір беткейлікпен шатастырма. Табандылық та принциптілік бір. Бұл менің өмірлік қағидам. Бұдан айне алмаймын деген. Ал бір беткейліктің негізінде принципсіздік жатыр. Қарамағыңдағылар саған келгенде мәселені талқылау үшін келмесін. Оны зерттеп, нақты ұсыныспен келетін болсын. Сонда ғана олардың қабілетін тани аласың. Аузыңа қарап отырып, сенің идеяларыңды мақұлдай жөнелетіндерден пайда аз. Жарамсақтанғандар, пысық көрінгендер, басшының ойын өрбітіп, ертеңіне өзіне қайтып, жаңа ой ретінде алып алады. Біреудің баласы немесе жиені болған үшін қабілетсіз болса да, бірге істеуге мәжбүр болған кездер қазірге дейін бар. Бірақ өтіп бара жатыр. Кімнің қабілеті қандай болса, соған лайық жұмыс істейтін заман туып келеді. Ізден Гелиді ойлап тапқан Сотти деген ғалым. Ол оны іздеген соң тапқан. Ұдайы іздеген. Армандаушы арманына күштірек болуы керек.
тайды күтіп мінген атта мінеді деген Әмір Темір. Басшы қандай болса, ұжым сондай. Хатшысы бұлғақтап бос жүрген мекеменің өмірі қысқа. Фирма туралы пікір. Фирмаға соғылған бірінші телефон қоңырауына берілген жауаптан-ақ қалыптасады. Әр адамның кілті өзгеше, соны тап. Сонда ғана басқара аласың. Өзің ғана істеп, төңірегіңдегілер істемесе, сен істі тоқтатқан күні керек болмай қаласың. Төңірегіңдегілерге іс үйретсең, олар сені өмір бойы құрметтейді. Кете айтыпты: майдалардың арасында жүрсең, ұсақтайсың, ірілердің арасында өзіңде өсесің деп. Жақсылармен жанас. Бізде басқару туралы ілім болған емес. Кім тәртіпті болып, нашар жағынан көзге түспесе, қызмет сатысында өсе берген. Өзіңді өзің басқара біл. Өзін өзі басқара алмаған, басқаны да басқара алмайды деген ағылшын мәтелін есіңе түсір. Әпсана: жыланның басы мен құйрығы келіспей қалады. Құйрық: мен алдында жүруім керек дейді. Бас: бұрыннан мен алдында жүретінмін, енді неге соңына түсуім керек деп көнбейді. Оған риза болмаған құйрық ағашқа оралып қалады да, бас ілгері жылжи алмай қалады. Содан бас амалсыз құйрықты алға жібереді. Құйрықта көз жоқ, жанып тұрған отқа түсті де кетті. Ұстаз бен шәкірттің, бастық пен орынбасардың арасында да осындай жағдайлар жиі ұшырасады. Адамды басшы қызмет беріп сына деген сөз бар. Қарамағыңдағыларға айқайлама. Қызметіңнің өсуі даусыңнан білінбесін. Жақсы қойшы қойдың жүнін қырыққанда жылмайды, терісін кеспейді. Өйткені одан жүн көбеймейді. Біреуді жерлеп ұрысқанда шектен шықпа. Біреуге кісінің көзінше ақыл айтсаң, ескерту жасағандай болады деген. Оны есіңде тұт, жүре тыңдама. Ол қарамағыңдағыларды менсінбегенің. Қарамағыңдағыларды еркінірек ұста. Россиямен басқарып отырған жоқпын. 3,5 мың чиновник басқарып отыр деген екен. Скрипканың ішегін жай сүйкесең жақсатып шығарып, қатты ұрып қалсаң, бақырып кететіні де ойландыратын нәрсе емес пе? Қарамағыңдағыларға жобалап отырған ісіңнің тиімділігін түсіндір. Императрица Екатерина II-ден бір шетелдік елші басқаларға көне қоймайтын, дворяндардың сіз айтқанда ылғи тыңдайтынның мәнісі қалай дегенде, мен оларды еш уақытта өздеріне тиімсіз жұмысқа жұмсамаймын депті. Істің бастапқы кезінде қателеспеуге тырыс. Жолдың бас жағында бір қадамға қателессең, аяғында басқа жақтан шығасың. Тапсырмаңның орындалуын мезгіл-мезгіл қадағалап отыр. Жоғарыдан төмен түскен ақпарат пен нұсқаулар өзгермеуі мүмкін емес. Соны ең төменгі қызметкерлерден біліп тұр. Кеңестік тәрбие көрген біздегі басшы қызметкерлер қызметі өскен сайын жұмысын жеңілдеді. Рахатын көруім керек деп ойлайды. Жәрдемші көп, айтқан тапсырманы қағып алып орындап жатқанда оған үйрену, қалыптасу қиын емес. Өздігіңнен іздену, үйрену, өз ісіңді өзің дайындауға өзіңді зорлау осы жерде керек. Ол қабілеттіліктің, біліктіліктің, парасаттың белгісі. Асып саспа, үрейге берілме. Қарамағыңдағыларды тетемде солқылдатқаныңды сезсе, құрметтемей қояды. Кеме ойылғанда ойықты бітеңдер деп басқару пультінде тұрып қалған капитан орнынан кетіп, кемесінің тесігін бекітуге қатыса кеткен капитаннан дұрыс. Өмір театр. Айыпты қашанда режиссер. Мәселесін кімді-кім дұрыс деп емес, қайсысы дұрыс деп қой. Мәселені дұрыс қоя білудің өзі оны жартылай шешу деген сөз. Осы күрделі өзгертуге беруге құмар болма. Алтын балық туралы ертегі есіңде ме? Өзгерте бергісі келетін адам бастапқы жағдайына қайта оралып қалуы ықтимал. Біреуге берген тапсырмаңның орындалуын қайта-қайта тексере берсең, еккен өсімдігіңді күнде суырып алып, өніп жатыр ма, жоқ па деп тексеріп көргенмен бірдей. Басшы өз қателіктерден тәжірибе жинап, жұмыс жүргізгенмен мықты басшы бола алмайды.
Ол алдымен ең қымбат нәрсені уақытты жоғалтады. Басшының қателессе, беруге қақысы жоқ. Оның бетіне көптеген адамдар қарап отыр, ал басшының қатесі қарамағындағылардың болашағын бұлыңғыр етеді. Сол себепті басшы өз қатесінен емес, өзгенің қатесінен сабақ алуы керек. Ер үстінде ұйықтамасаң, атқа мініп нең бар, халыққа аман ойламасаң, датқа болып нең бар, депті Саттар Ерубаев. Ер жігіт ел үшін туады. Жау шапса, ерге айтады. Артылып қалған жүкті нарға артады. Өзім білем дегеніңді өзің көтер. Қай мәселеде болсын, жауапкершілік жеке болуы керек. Жақсы орынға нашар қызметкер отырғанша, бос тұрғаны жақсы. Егер адам қызметке лайық болмаса, адамды өзгертемін деп әуре болма. Қызметті өзгерт. Сенің өміріңді өксіткендер жұмыстан босатылғандар емес, жұмыстан босатылмағандар. Қарамағындағы қызметкердің пікірі сенің пікіріңе қарама-қарсы болған үшін қудалама. Саған қарсы келуге батылы жететін адам ғана сенуге болады деген Екатерина II. Ұраншылдықтан сақтан. Жақсы кәсіпорында жақсы жұмыс істеу жайлы ұранның керегі жоқ. Бір жұмысты бітіруге нақты күн белгілеме. Ол асығыстыққа алып барады. Асығыс жұмыстан ақаулы бала туады деген. Басқару ісіне еш уақытша адамды қоюға болмайды. Ол уақытты сұрасаң, өзіңнің сағатыңды алып, қанша уақыт болғанын айтқан соң, сағатыңды қайтармай кете баратын адамға ұқсас. Орманшы ормандағы аңның санын білу үшін әрбір түп ағашты аралап санап шыққаннан, суатқа келген аңдарды санағаны нақтырақ болады. Мұхиттан жүзіп өту үшін өзің корабль құруың шарт емес, дайын нәрселерді пайдалану. Өзің жасап шығарғаннан тиімді кезде басыңды ауыртып жатпа. Иті бар адамға өз үруінің қажеті жоқ, депті бір американдық жарнама агенті. Біледі деген сөз өзінен өзі қолынан келеді деген сөзбен алмасып кетпеуі керек. Ақыл асқазанға байланысты деген сөзді Энгельс, немістің әскери теоретигі Клаузевицтің сөздерінде кездестірдім деп жиі айтып жүреді екен. Екі түрлі менеджер болады. Біреуі бұл қанша деп сұрайды, екіншісі бұл не береді дейді. Соның екіншісін басшылық ал. Басшының есінде үш нәрсе тұруы керек: кісіге құрмет, сатып алушыға ілтипат, сапа. Бағасына сапасы лайық зат шығарғанда ғана ол салада ұшпаққа жетуге болады. Сатып тұрған мен емес, затымның өзі деген қағида бар. Басқарушының 10 ұлағатты: адалдық, тәрбиелік, кісіге құрмет, ұйымдасып жұмыс істеуге бейімділік, зерттей білу, жаңашылдық, істің сапасы, жұмысқа кірігіп кету, азаматтық сезім, тиімділік. Пешке отын салғанда біреулеп салады. Бір құшақ ағашты бірден саламын десең, есікке тіреліп қалады. Көп жобаны бірден қолға алуда сол сияқты. Бір биікке көтерілу үшін әуелі төмен түсіп, сосын көтеріледі. Үлкендерге жастарды көмекке беруден, жастарға үлкендерді көмекке берген дұрыс. Қарны тоқ адамға нан беріп жұмыс істете алмайсың. Наны жоқ адамға ғана қымбат. Сеніміңді жоғалтпа. Ары итеріп жіберуі оңай, солай жаса деп сыбырлайтындар толып жатыр. Сақтап қалсаң дұшпаның, болса да достасып кетуіне жол ашылады. Әпсана. Бір патшаға төңірегіндегілердің бәрі дүние қоңыз және сенімсіз. Оларды ауыстырып, орнына әлі биліктен бүлінбеген сенімді адамдарды қойыңыз деп кеңес беріпті. Сонда патша ойланып отырып, жақында мен базарға бардым. Бір бұрышта үсті-басы шыбыннан көрінбейтін бір қайыршыны көріп, жаным ашып, шыбындарын үркеттім. Қайыршы болса: «Уа мырзам, неге олай еттің? Менің үстіндегі шыбындар әбден тойып, құр ғана қонақтап отыр еді. Енді оның орнына аш шыбындар келіп, мені тағы да талайтын болды ғой», дейді. Менің жаңадан қойған қызметкерлерім де алдымен өздері тойынуға тырыспас бекен депті. Бір адамды жұмысқа қабылдағанда, сен бір адамның жауапкершілігін емес,
оның отбасының жауапкершілігін мойныма жүктедім де, оның үй іші, балалары, ертеңі есінде болсын. Балаларын аяққа тұрғызуға кәрі әке-шешесін қамтамасыз етуге сен берген қаржы жетпейтін қызметкердің көңілі ылғи алаң болады. Ешқандай кінәсі жоқ адамды жұмыстан шығарып жіберу үлкен күнә. Олай етпеу үшін жұмыс орнын қысқартпауға әрекет жаса. Жаңа жүйелерді іске қос. Әркімге қабілетіне қарай іс бер. Егер адамдар ертеңгі күніне сенбесе, бәрі де құлдырайды. Америка ештеңе істемейді. Істеп жатқандар американдықтар дейді американ саясаткерлері. Ұйым ештеңе істемейді. Істейтіндер ұйымдағы әрбір қызметкердің өзі және оларды үйіріп басқара білетін басшы. Бос қапты тұрғызып қоя алмайсың. Қанша сүйегенмен отырған орнында ештеңе тындырмайды. Адамдар да сол сияқты. Тобыр орташа қабілеті бар адамнан да топас болады. Балаларды топқа бөліп оқытатын себебі ол мұғалімге өзінің білгенін ғана үйретуге мүмкіндік береді. Адамды үндетпей тастап, келісті, мойындады, мақұлдады деу біз өскен заманда ғана дұрыс деп есептеледі. Ананың орнында болсам, қанша іс тындырар едім деп ойлайтындар өз отырған қызметінде ештеңе тындырмаған адамдар. Алдыңа келген адам өз пікірімен келіп, сенің пікіріңмен кетсе, жұмысыңның рахаты да, қызығы да сол. Жағдаяттарымның бәрін реттеп алайын, сосын елге қызмет етемін деп жүргендер өз жағдаяттарының құлдығынан еш уақытта босай алмайды. Көлеңкесі қою ағаштың астында ештеңе өспейді. Біреудің көлеңкесімен келе жатқан, өзі ештеңе үйренбеген адамның қызмет сатысында биікке көтеріле алмайтыны, көтеріле қалған сәтте тез құлайтыны да содан. Еркін боламын десең, жоқ деуді үйрен. Ескірген бәтіңкені бірден тастамайды, біраз сақтайды. Үй жұмыстарына киеді, жыртылса жамайды. Үйіңді жөндегенде артылған ширек құты, сырларды қимай қаңсығанша сақтайсың. Ескі достарың мен қызметтестерін қимай жүк етіп, соңына ертіп жүру осы психологиядан ауысқан. Үлкен ағаш көлеңкесімен талайды қорғауы мүмкін, бірақ өзі күнде шыжып қалып қояды деген үнді нақылы. Адам биік деген сайын, оның төңірегіндегілер көлеңкесі көбірек түседі. Ол көлеңке пайдалы, әрі пайдасыз болуы мүмкін. Ал енді өзің сынап, жазғандарыңды өзің жаса депті. Карьера жасаймын десең, сұр киімдер ки. Өзіңді қалыптастыра, ұста, инициатив жасаушы болма депті Толеран. Үлкен жолға шығар алдында үрейленетіндерден алдағы мақсатын, бұл өмірде неге қол жеткізгісі келетінін сұрапты. Бұл ой көкжиегін кеңейтеді. Бір жерде отырып күтіп отырған адам бір жерде тұрған зат сияқты. Оны шаң басады. Пеш салғанмен жылы бола салмайды. Салып бердім ғой. Не қыл дейсің деу біз басып өткен заманның түрді мазмұнымен. Шатастырып қателігі. Пеш салғаннан кейін отын табу, оны пешке салу, тұтату. Мезгіл-мезгіл қарап отынын толықтырып тұру керек. Сонда ғана жылы болады. Бизнес те солай. Мақсатқа жету үшін мақсат еткен нәрсеңді айқын білуің, соның орындалатынына сенуің керек. Сенбесең бастама. Бастадың ба, аяғына жеткіз. Орта жолда тоқтағаннан қайтуға да күш кетеді. Орта жолға барғанда көп жүрдім-ау, тағы қанша жүрер екенмін деген уайымшылдың сөзі жақсы жүрдім, енді аз ғана қалды деген дұрыс. Істі бастамай тұрып ойланған, қорытынды шығара алмай ойланғаннан жақсы. Бір істі қола алған кісі құтты қазушының кебін киеді.